Барлықтарына салам достар, сендермен мен Духа. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода Black Russia проектінен перекуп жолының екінші сериясы. Бүгінгі видео өте қызықты болды, сондықтан лайк пен комментарияны санын аямай көбейтіп жіберіңдер. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз достар. Менімен бір ойнағыларың келсе, сендерді 89, яғни Череповец серверіне шақырамын. Ойынға кіргенде /promo деп жазып, активировать промокодты басып, хэштег Духа промокодын жазатын болсаңдар, сендерге кереметтей бонустар береді. Ойынға кірдік, мына жақта бандитта Пабритто Димас сондай баладан, в общем, осы көлікті BMW M4-ді 2.250.000-ға сатып алдық. Ішінде спорт бар екен. Енді бұның внешкасын нормальный қылып, сәл қымбаттауға сататын боламыз. И бізде минус 2.250.000. Бұл көлікті внешкасын түзеуге келдік. Мына жақта винилін, алып тастаймыз да, осылай ақ цветке, яғни стоковый цветке қоятын боламыз. Енді бұл жерде көбірек ойландым, әрине нормальный цветке қоям ба деп, бірақ осы ең жақсы түс осы ақ цвет болды. Енді болды ғой деймін деп ойлаймын. Негізі шатырын қоятын болсам сәл бір түрлі болып қалады. Лучше осындай күйінде, сатқан дұрыс ау. Авторингта тұрғаныма 30 минуттан асып кетті. Адам күтіп отырмын. Әзер дегенде 2.350.000-ға сатып алам деді да. Сосын 2 сөйлеп 2.300.000 окончательно без торга деп тұр. 2.300.000-ға сата салайыншы дедім. Әйтпесе басым ауырып кетті. Мұнан күтіп отырып, хотя бы 20.000 плюсқа кірейінші дедім. Бірақ самый главный минуста емеспін ғой. Букон деген баладан, осындай стоковый BMW E46-ны, 950.000-ға сатып алғалы жатырмын. Енді 950.000 нормальный деп ойлаймын. Бірақ енді что-то сәл минусқа кіріп кететін сияқтымын ба, или білмеймін. Әйтеуір тырысып көретін боламыз қымбатқа сатуға. Мына жақта келдік, енді мына жақта спорт қоятын боламыз. Жаңағы бала мені, былай алдап кетті. Ішінде осындай спорттар бар, там сөйтіп алдап кеткен болатын спорттар. Только бірақ деталь қалды деген болатын. Кезінше бір детальді ғана орнатқан ғой. Өзім осылай спорт қойып отырдым, енді минусқа кіріп кеткесім болды, енді нормально. Міне осылай двигатель дегенде ғана спорт тұр. Болды, қалғанында дым жоқ. Мұнда дополнительный функция дегенде антирадрды қосып қояйын. Антирадр бар екен, Все, достар, енді бұл көлікті сатсақ болады. Адам таппадым, сосын мұнда Неймира деген бала мені подписчигім жүр екен. И сосын осы көлікті қазір мен осы көлікті 1 миллион, ровно 1 миллионға қазір сататын боламын. Енді минусқа кіріп жатырмын, яғни қалай минусқа кірдім десеңдер, енді спортқа қойдым, барлығына қойдым, так что осылай минусқа кіріп кеттім. Енді перекуп деген маған жаралмаған ғой, Бірақ сонда Жасик Алаш деген бала осы 1 миллионды маған сыйға тартты. Мен Нива сатып алатын боламын қазір. Неге десеңдер, анау ТК істеуге, мен уже 10 уровеньға жеттім. ТК істеуге керек. ТК істеуге де келіп жеттік, достар. Мына жақта жанымда сосын Неймера деген бар. Неймера, мен Ера деген бұрынғы замым. Бұйырса Фамаға жинап жатырмыз 20 миллиондай. Преступная погоня деген ойынды ойнап жатырмын, чтобы қазір мен новый Калина, яғни Калина деген көлікті, бұрынғы Калина деген көлікті қазір событиядан алатын боламын. Енді осы жерін сіздерге скоростьпен көрсетіп жіберейін, әйтпесе іш пысыралық жерлердің бірі ғой, Достар, міне Калина деген көлікті алдық. Қазір госқа сыйлать ететін боламыз 700.000-ға сыйлать еттік. И достар, осымен бізде видео аяқталатын жерге де келіп жетті. Видеоны соңына дейін қарағандарына көп рахмет. Және де бүгінгі видеода монтажды өте керемет качествода жасап, жақсылап істеуге тырыстым әрине. Сондықтан мен осы кетірген уақытымды бағалап, кереметтей комментарийларында және де кереметтей лайктарында, подпискаларында толтырып жіберіңдер. Ал ендеше сау саламат болыңыздар. Пока-пока. Чао.